Ал біздің иман күчлі болуға тиіс. Шоңа күн сайын болғанына шүкір. Міне тарихны үйренген кіші боларақ шыны айтайын, тарихта һәр вақыт ашлық проблема болған. Бірінші орында тұрған. Кішіге ризық жетмейді. Ойлап қарасаң, бүгінгі баш білен. Кішіге ризық жетмей. Ашлық. Бүгінгі күнде бізде даже бомбшылар ашлықтан өлмей. Бізде жоқ ондай проблема. Хотя бұл шоңа шүкір етпіз. Шонан ілкі замандарда кіші шетелге бара алмаған. Қойған адам әлі барылған, әлі бара алмаған. Біз отырауыз самолетқа Дубайға кері қайтарушылар. Бұл бек яқшы. Шондай неғмет, білім, көпме китап, көпме кіші оқырға қияланған ілік білсәңіз. Оқи білмәңдер кішілер. Қазір бар, интернет бар. Нендегіне сұрау тұрса да шарт Google-дан қарайбыз. Әрбір нәрсеге рахметті болар айтайық. Шоңа бүгінгі башқұрт рахметті болар айтайық. Иманлы һәм рахметті һәм хушхал, кәйфлі болар айтайық. Кайф деп. Немен айтайық? Көтәріңкі рухлы. Рухлы башқұрт дегенде ол не дейді? Ол рухлы башқұрт ол. Ол бары тек мен башқұрт деп мында көкірекке соғып қана түгіл. Өз тарихны біліп, руыңны біліп, ағашыңны, құшыңны біліп, ұраныңны Алла білән бәйләнешлі болуға керек. Ол вақытта сен рухың Құдай білән бәйләнешлі болғанда ғана сен рухлы башқұрт. Бұлай ғана жетмей ол мен башқұрт деп. Башқұртқа көкірек соға кешпен барып араққа ішіп, шындай башқұрт. Бұл рухлы башқұрт түгіл. Бұл надан башқұрт бұлай. Шоңа бізге рухлы болуға керек.